Мемлекеттік кадастрлар палатасы Қарақалпақстан Республикасы басқармасында тарауда президентіміздің бастамасы менен алып барылып атырған реформалардың орынлануына бағышланып пресс-конференция болып өтті. Кадастр агентлігі һәм мемлекеттік кадастрлар палатасы Қарақалпақстан Республикасы басқармасының рәсми социалдық тармақлардағы бетлері 13 мыңнан зият тұрақлы бақылаушыға ие. 2026 жылдың өткен 5 айы дауымында мемлекеттік кадастрлар палатасы Қарақалпақстан Республикасы басқармасы жәмиетлік пенен байланысылар бөлімі тарапынан басқарма жұмысының ашық айдылығын тәмелеу, халықты кадастр қызметлері бойынша хабардар ету, ғалаба хабар құраллары һәм социалдық тармақлар арқылы кең түрде үгіт-насихат жұмыстарын алып бару бойынша бірқатар істер әмелге асырылды. Дегенменен социалдық тармақларда тарауға байланыслы мағлұматларды асығыслық пенен жариялап атырған жағдайларда ұшырасады. Әйне осы бағдарда өткерілген баспасөз конференцияда тарау ханигелері менен сәубеттесулер алып барылды. Бүгін міне кадастр тарауындағы реформаларды, су тарауда Америкасы отқан жұмыстарды, құқық мағлұматларды кең жәмешілікке жеткеруде анық һәм істелімі деректерін пайдалану бойынша жергілікті ғалаба хабар құрал уәкілдері һәм блогерлермен бірге ашық ұшырасу болып өтті. Жер қадағалау жұмыстары, хатталау жұмыстары, сондай-ақ басқармалардың жәмешілікпен байланыстар бөлімі тарапынан әмелге асырылған жұмыстар хақында мағлұмат берілді. Һәм сол журналистермен бірге істесуді жаңа басқышқа көтеру бойынша алдағы режелер түзіп алынып, журналист һәм блогерлердің пікір һәм ұсыныстары есепке алынып, кейінгі режелер түзілді. Тарауда әмелге асырылып атырған реформаларды кең жәмиетшілікке жеткеруде ғалаба хабар құраллары қызметкерлерінің орны айрықша. Солықтан кадастр агентлігі һәм мемлекеттік кадастрлар палатасының Қарақалпақстан Республикасы басқармасы менен біргелікте тығыз жұмыс алып бару, мағлұматлар алмасу бойынша келешектегі режелер хақында баспасөз конференцияда ұсыныстар беріліп, сәубеттесулер алып барылды.